Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге қазіргі хит болып жатқан пирогымызды дайындаймыз. Ең алдымен бізге шекер, жұмыртқа, қаймақ, ұн және қопсқыш қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды осылай салып аламыз. Осылай шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң қаймағымызды салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Енді кезекте ұнымызды біртіндеп салып отырып, араластырамыз. Одан кейін қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз, себебі біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан осылай аз-аздан салып отырып араластырамыз. Енді кезекте кішкенесін алып, өздеріңіздің қалаған красительдеріңізді қоссаңыздар болады. Менде көк түс, сондықтан осы красительді қосып араластырдым. Енді кезекте тестамызды формаға саламыз. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызды салсаңыздар болады. Менікі 22 сантиметрлік. Енді осылай домалақ етіп салып алып, сондай жүректер салатын боламыз. Негізі жасалу жолы өте оңай, өте керемет болып шығады. Үлпілдеп жасап көруге кеңес беремін. Міне осылай керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.